Сырт қарағанда Нұрайымды қайғы-мұңсыз деп томпышуыңыз мүмкін. Атасы соғыс ардагері, ал әкесі болса бір кездері түкірігі жерге түспеген, ақ дегені алғысқа, қара дегені қарғысқа айналдырған коммунистік партияның аудандық бірінші хатшысы болған. Әйел заты болып жаралғаннан бері тағдырына түк те қиындық көрмеген бақытты ғұмыр кешкен адам дерсіз. Бұрынғы қиын-қыстау күндерде елдің қолы жете бермейтін, елдің қыздары ала алмайтын жоғары білім егері, сарайда үйдің алтынға оранған хас ханшайымы. Екі бірдей қызын қияға қондырып, солардан өрбіген жиендерінің желке шашынан құшарлана иіскеп отырған апа. Жасы 47-де, осыдан 26 жыл бұрын отасқан жұбайы қазір депутат. Жетпейтіні соның көңілі. Сезімі мен сыйластығы азайып суыған. Көңілі басқа бір сұлуға ауыптымыз. Осыны сезгеннен бастап, сумаңдаған тілдерден естігелі бері ішіне қарамысық кіріп алып, іші бауырын түндемей күндемей тырмалайды. Күніге үйінде жалғыз, алданыш етер дәнеңесі жоқ. Кейде қыздарына қонаққа барып шыққаны болмаса, жападан жалғыз. Өмір бақи шулы ортада тірлік кешіп, елгезектігімен елдің арасына етене жақын араласқаннан ба, бәрінен де бір күнде алыстау кетті. Күзді күні тобынан ажырап қалған соқыр тырнаның кебін киді. Ол осындай келеңсіз жайтты күнде сезеді. Таңертең күйеуін жұмысқа шығарып салған соң, жас кезіндегі фотосуреттерге көп үңілетінді шығарды. Естелік болса да тәттісі сол ғана. Оңтар екеуі бұрын қалай жарасушы еді. Құрдас жігіттердің қызғанатын, құрбы қыздардың тамсанатын көз құрты еді ғой бұлар. Араларын алыстатқан бірақ нәрсе, Оңтарға ұл тауып бере алмады. Нұрайым екінші қызын босанғаннан кейін 10 жыл аралап жүкті болған. Дәрігерлердің айтысына қарағанда ұл болады екен. Табиғат аясына тынығуға барғанда табанынан сөз өтіп, жедел жәрдеммен емханаға түсті. Ертесіне түсік тастағанын естіді. Дәрігерлер Нұрайымның енді өмірге бала әкеле алмайтынын қатаң ескертті. Басында бәрі де жақсы болған. Оңтарда бұның жағдайын түсінгендей қамқорситын. Ол бала тақырыбында да жұмған аузын ашпайтын. Бар жақсылықтың бір-ақ күнде жамандыққа айналуы осы 2 жыл бұрын басталған. Нұрайымның қолынан не келсін? Тулап-тулап, қыздары бәрі бір жақ болып шулап-шулап қойды. Ел бар, жұрт бар. Оңтардың халық алдындағы атақ абыройы бар дегендей. Одан ары ешкім үндей алмаған. Сызат түсті деген аты болмаса, қазір бөгде біреуге ың-жыңын білдірмей, бір шаңырақтың астында бір отбасы болып күн кешіп жатыр. Кейде Нұрайым үшін түгелдерлік бұрынғыдай секілді. Бірақ Оңтардың кей күндері жұмыстан кеш келуі, кей күндері жас тоқалдың үйіне қона қалуы Нұрайымның ойларының күл паршасын көкке бір-ақ лақтырады. Нұрайымның күйеуі Оңтар бағы жанған адам. Бірақ Оңтардың жағдайы Нұрайымға қарағанда шын мәнісінде бұрындары жақсы болған жоқ. Ол сияқты май-шелпектің арасында өмірге келе салмады. Әкесі 40 жыл бойы қара құйрық қойдың артынан құрылған сүйріктей қойшы еді. Оңтар оқысын деп барын салды. Әке арманы орындалып, ұлының айы оңынан туды. Қармақты алысқа тастамаған екен. Нұрайымның шляпасын шырайын алдырып, 1-2 жылдың ішінде үйлеріне келін қылып түсіріп берді. Содан соң Оңтардың маңдайындағы жұлдызы жарқырай сала бергені. Қайын атасындағының барлығы бір күнде Оңтарға жабыса салды. Оқу бітірген жылы өз құралпылары далаға іс бітіргенде, бұл жылы кабинетте отырды шырт-шырт түкіріп. Біраз өрледі енді атасының арқасында. Содан да өл арада ауыл әкімі болып шыға келді. Онда да сол халықтың қазынасын қызғыштай қорған болып, қаладан үй салдырып алды да тайып тұрды. Қалада пысықтай жігіттер жерде қалған ба? Кәсіпкерліктің басында айналшықтады да әкімшілікке танауын сұқты. Арты белгілі ғой хатшылық, орынбасарлық, ақыр аяғы халық қамын ойлап, жарғақ құлағы жастыққа тимейтін депутат болып сайланды. Қыздарын шетелге оқытты. Жыл сайын жұбайы Нұраймен алыстағы теңіз жағалауларын аңсап тұратын дәрежеге жетті. Қалталыларға, абыройлы азаматтарға құда болып жарасты. Тек бұған жетіспегені жиған тергенін, әлділерден жымқырған, әлсіздерден қанаған, мол мұрасына ие болып қалар еркек кіндігінің жоқ екендігі. Қыздарыма қалады деп сенейін десе, күйеу дегенің жау емес пе? Бір түрлі қимайды. Қалайда қанынан жаралған шарана иелік етіп, қара шаңырақтың отын сөндірмейтін болуы керек еді. Солайда солай күн кешіп жүргенде өзінде шенеуліктер қос-қос қатын ұстайтынды шығармасы бар ма? Іздегенге сұраған дейтін бе еді?
Содан бір кездері талдырмаш денелі, өзінің жақсы көретін қыздарының анасы, үш бірдей жиенінің нағашы апасы, өткен күндегі дүркіреп тұрған ауданның бірінші хатшысының қызына ынтызар көңілі сап басылды да қалды. Ол өзі ойлайтындай мәңгі арман еткен сұлуын кездестірген еді. Олар екеуі, яғни Оңтар мен оның ашынасы екеуі танысқанда, бәйбішенің бағын ұрлаған қыздың жасы бар болғаны 20-да ғана болатын. Өзінің кіші қызымен түйдей құрдас. Оңтардың есін алған елік Гүлдара. Жоғарғы білім үшін жорғалап жүрген қыздардың бірі екен. Сабағын алаңсыз оқыды. Оңтарға жолыққан соң, оның жатақханадағы жарым тірлігі көзден бұл ұшты. Жеке пәтерге көшті. Жүгерінің қауызындай бөлмеге бір үйлі жан сығылыспайтын болды. 3 бөлмелі сәнді сарайда бір өзі тұрады. Не ішем, не жем дегенге бас ауыртпайды. Үйіне көп қонақ келмейтін, апталап қона жататын әкесіндей адам Оңтармен ойнас құрады тек. Сылап-силап соны күтсе болды. Жылы жұмсақтың барлығы осының аузында. Ара-арасында ауылдағы ағайындарына сәлем сауқат салып тұратын. О заманда бұл заман тепсе темір үзетін небір жігіттер жанұясын асырай алмай жанын шүберекке түйіп жүргенде, қайдағы бір қалтасы тесік студент қыз Оңтардың арқасында тосқандарына қарайлағыш адам боп шыға келді. Бәрі де Оңекеңнің арқасы, табан ақы мыңдай тер. Жоқ, олай емес екен-ау, сұлулықтың, мастандықтың арқасы. Иә, дәл өзі. Басында қыздың әке-шешесі мен туыс-туғандары ашуға мінді. Тәрбиесіз қыздың қылығы қашанда сүйегіңе таңба берер емес пе? Мұны тәртіпке салмақ болған. Бұл болса, мен өз өмірімді өзім білемін деп сазарып тұрып алды. Онысын естіген ағайындар одан әрмен ашуланып айғайға басып еді, үй ішінің сөзін құлағына ілмеді. Қашып кетіп, оңгіндей хабарсыз кетіп, өздерін зар елетті. Олар да жоқтан бар жақсы деді ме, үнсіз қалды. Қазір қыздары туралы әңгіме болған жерде қашады да жүреді. Гүлдара оқудағы ақырғы жылын бітірерде сабаққа шетелдің шанжықпас көлігімен баратынды. Әкеліп алып қайтушы Оңтардың жеке шопыры. Өзі сияқты өрімдей қыздар сарыарқаның сақылдаған сараясында бүрсеңдей қағып білім ордасына қарай жүгірсе, бұл жептан жібі түзу қалпы сызылып түсіп, аяғына киген биік өкшелі етігімен елге биіктен қарайтынды. Биыл Гүлдара оқу бітірген. Жұмыс іздеп тамыр-таныс салып, артынып-тартынып әуре болмады. Оның үстіне Оңтарда өзінің келісті, келбетті, ынтық қалған жас тоқалын таң атысымен, күн батысымен көріп жүргісі келді ме, өзіне жұмысқа алған. Аты хатшылық, әйтпесе дәрежесі Оңекеңмен бірдей. Мынаны жұмысқа алу керек десе алады, ана біреуін көзін құрту керек десе құрта салады. Оңтар Гүлдараны Нұрайымның сіңілісі істеп жүрген орынға тықты. Бір кездері былқ-сылқ етіп, былқытып, қылмаңдай қарап, қаныңды тасытып, жездек-ау деп жұтқыншағы үзілетін қайран балдыз 40 қап қарғысын жаудырып олда етті. Бұл Гүлдараның осында келгендегі алғашқы бітірген ісі еді. Жақында Оңтар өзінің тоқалына машина сыйлап әперген. Құдай-ау, далада жүрген бәйбіше жоқ қой, күңкілсіз көбейер деп, Нұрайымға да артынша дәл Гүлдарынкіндей машина алып берді. Маркасы бірдей машиналардың тек мемлекеттік номерлері ғана өзгеше демесең, қызылы қызылына дейін, ағы ағына дейін бірдей. Енді бұл Орекеннің екеуіне бөле жармағаны деп түсіну керек. Нұрайымға екінші болып әпергені ол Оңтар үшін екінші адам ғой, ал Гүлдараның жайы айтпаса да түсінікті. Ол Оңтар үшін әлемдегі ең бірінші адам екені даусыз. Басында Оңтар Гүлдарамен жасырын кездесіп, ұятты істері айналадағы жұртшылыққа жария болмай жүрген. Қазір Оңтар ерке, некесіз тоқалының ырқына көніп, ашықтан ашық жүретін болды. Нұрайым Гүлдараға бұрынғы бақ күндес қатын есебінде қарайды. Бақ күндес немене, Нұрайымды сорлатқан осы Гүлдара ғой. Бассыз байы соның артынан еріп кетті де, бұл елдің бір күнде дамыл тапай, өсіп өніп жатқан өсегінің арасында жүр. Ызаланғанда көзіне жас толтырып, жылағаннан басқа мұның қолына не келуші еді. Гүлдара қайран қызғалдақ. Оның миына ештеңе кіріп те шықпайды. Ойлағаны ақша, бітіп қалмайтын байлық. Жеті атасы басып көрмеген шетелдерді кезу. Бойына біткен ұяндығы бар тұғын. Бүгінде ол ұмыт болған. Оңтарды одан әрмен еліктіре түсу үшін ол не бір сұмдықты, сайқалдықты бойына жиған. Оңтардың тоқалы болу оның жазылған тағдыры деп біледі. Тоқал болған жалғыз мен емес екем, бұрыннан келе жатқан ата салты, ата әжелерімізде де болған деп өзіне тоқтау салып ағайындарға айтар сөзі даяр. Гүлдараның осыдан бір ғасыр немесе бұдан бұрын ғұмыр кешкен ата әжелерінен өзгешілігі бар.
Олар өздерін малға сатып алынған, біреудің мәжбүрлі түрде тоқалы санаса, ал бұл өз еркімен оңтардың ерікті тоқалы. Сондықтан ол әрқашанда дербес. Оңтардың бүкіл жиған терген байлығын желге ұшырып кетсем десе де, өз білгені өзінде. Себебі тәуелсіз тоқал ол. Қайран қызыл қызғылтық байлыққа бола, жан дүниесі батпаққа батқан.